Бүгін 31 наурыз 2024 таңғы 5:30. Машина терезесін уже құрап отқан. Даланың температурасы 0 градус -1 болып тұр. Күн шыққаннан кейін енді полиядағы қызанақты көретін боламыз. Бұл жерде қызанақ агроспанның астында тұр. Ультрасилдің астында. Мына суықтан қорғай алмады ма байқайтын боламыз. Таң атқаннан кейін. Екінші машинаға да қарау жаман қатқан. Полный мұз болып тұр бетінің бәрі. Алла енді диқаншыларымызды мынау суықтан сақтасын деп тілейміз. Енді таңғы су қиындау болады негізінде. Енді күн шыққаннан кейін барып полияны көретін боламыз. Бісміллә деп бүгін қызанақтарды көріп отырық полиядағы. Бүгінгі түн 0 градус -1 болды таң ата. Машинаның терезелеріне мұз қатты. Енді мынау қызанақты көрейік агроспанның астындағы. Аллаға шүкір. Бәрі аман есен екен, ешқандай су құрмаған. Әдемі болып тұр қызанақтар. Егер бұның орнына көлеңкі болғанда, шыға көлеңкі болғанда су болып кетуі мүмкін еді. Баяғыда осы туғаны көлеңкімен жаққан кезде су болып кеткен қайбір жылдары. Бұл енді агроспанның бір қасиетін көрсетіп тұр, осындай жылу сақтайтындығы, суыққа төзімділігі екен. Мінекей аман есен өсіп жатыр астында, суыққа ұрынбай. Алла диқаншылығымызға береке берсін.